Ассаламу алейкум, құрметті боксер қауым. Баршаңызға қайырлы түн. Бүгін бұйырса, сіздердің назарларыңызға Қазақстан ұлттық құрама командасының, яғни әйелдер құрамасының Азия ойындары алдындағы соңғы жаттығулары және де Гуанчжоуға қашан аттанатындары туралы айтатын боламын. Одан бөлек ИБА-дан тағы бір мемлекет бас тартып, World Boxing организациясына қосылды. Және де қазақстандық белді боксшыларымыздың бірі WBO тұжырымы бойынша International чемпионы Мейірім Нұрсұлтановтың мансабына байланысты тағы бір керемет жаңалық. Қазақстан ұлттық құрама командасының қыздар және әйелдер командасы бүгінгі күнде Қазақстандағы Азия ойындарының алдындағы өздерінің соңғы жаттығуларын аяқтауда. Бүгін ұлттық құрама қыздары Таиланд елінің бірінші нөмірлі боксшы қыздарымен тәжірибе алмасу мақсатында соңғы спаррингтерін өткізді. Шамиль Сафиуллин бастаған бас бапкерлер мен федерация президентінің кеңесшісі Бағлан Шалаев спаррингтерді өз көзімен көріп, қыздарымыздың өнеріне тәнті болып келген екен. Ол жерде айтылған 50 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Назым Қызайбай Азия ойындарына үлкен нәтиже көрсету үшін сақадай сай секілді. Назымның формада екенін байқадым дейді. Одан кейін 54 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Жайна Шекербекова да бұл Азияда да Олимпиада жолдамасын алып, екінші мәрте Олимпиада ойындарына қатысу арманына қол жеткізіп қалады деген үмітіміз де жоқ емес. 57 келі салмақ дәрежесінде Карина Ибрагимова әлем чемпионатының күміс және қола жүлдегері ретінде елімізге танымал боксшылардың бірі. Карина да өзін спарринг кезінде өте жоғарғы деңгейде боксшы екенін дәлелдей түсті. 60 келіде Рима Волосенко де өз формасының пигінде екенін көрсете алды. 66 келіде Наталья Богданова осы жылдан бастап осы салмақ дәрежесінде бірінші нөмірлі боксшы ретінде өнер көрсетіп жүрген жайы бар. Соған қарамастан Азияда да Наташа да ел қоржынына бір медаль салады деп үміттенеміз. Ал 75 келіде өнер көрсететін Азия және әлем чемпионы Валентина Хальзова бұл Азия ойындарында кемінде күміс медаль алып, Олимпиада жолдамасын иеленеді деген сеніміміз мол. Бүгінгі спаррингтен кейін қыздарымызға деген үлкен сенім пайда болды. Бұған дейінгі ресми әлемдік старттарда да қыздарымыз елдің бетін жерге қаратқан емес. Осы жолы да құрлықтық ойындарда көш бастап, ұлттық құрама қоржынына көптеген жолдамаларға ие боламыз деп ойлаймыз. Әйелдер құрамасы 11 қыркүйек күні Қытайдағы Азия ойындары өтетін Гуанчжоу қаласындағы олимпиадалық қалалыққа аттанатын болады. Ары қарай салмақ қуу процестері мен адаптация процесінен сәтті өтіп, жарысқа тыңғылықты дайын кіру мақсатында. Финляндия бокс федерациясы халықаралық бокс ассоциациясы, яғни ИБА-дан әлемдік бокс организациясы, яғни жаңадан құрылған World Boxing организациясына ауысуға шешім қабылдаған екен. Кейбір ақпараттарға сүйенетін болсақ, олардың ауысқан себебі ИБА-ның Ресей федерациясымен тікелей қатысы болғандықтан. ИБА-дан жалпы әлем бойынша 17 мемлекет бас тартқан болатын. Мінекей, Финляндия федерациясы 18-ші болып World Boxing қатарына кіріп отыр. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Мейірім Нұрсұлтанов бүгінгі күнде 19 жекпе-жек өткізіп барлығында жеңіске жетті. Қарсыластарының 11-ін нокаутпен жеңген Мейірім соңғы жаңалықтар бойынша IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағына міндетті үміткер атануы әбден мүмкін деген хабар келіп жатыр. Біздерге белгілі болғандай, қазақстандық бүгінгі күнде WBC тұжырымы бойынша да міндетті үміткер ретінде бірінші қатарда тұр. Ал мына жаңалық тіпті бізді қатты қуантып отыр. IBF-тің айтуынша, екі боксшыны таңдап элиминаторлы жекпе-жек өткізгілері келіп отыр екен. Бұл жерде әңгіме 3 боксшы жайында. Мейірім бүгінгі күнде 4-ші орында тұрса, 3-ші орында неміс боксшысы Денис Радован, ал одан кейін Жаңа Зеландиялық Андрей Михайлович. Денис те кәсіпқой бокста жеңіс дәмін татып көрмеген боксшы. 16 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен. Андрейдің қоржынында 20 жекпе-жек. Ол да кәсіпқой бокста жеңілмеген боксшы. Ал IBF тұжырымының бүгінгі күндегі әлем чемпионы неміс боксшысы Винченцо Гуалтери. Ол өзінің белбеуін соңғы жекпе-жегінде жеңіп алған болатын. Бүгінгі күнде бірден WBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы мен 14 қазан күні жекпе-жекке шығуы керек деген ресми хабарларды естіп жатырмыз. Ол жекпе-жек Top Rank промоутерлік компаниясы 14 қазан күні Техас штатының Розенберг қаласында өткізуі керек екен. Бірақ бүгінгі күнге дейін инсайдерлердің айтуы бойынша Гуалтери Жәнібекпен шығатын жекпе-жекке ешқандай да контракт мәселесіне келгенде қол қоймаған екен. Контрактқа қол қойылды деп Жәнібектің жеке командасы да, промоутерлік компаниясы да нақты ешқандай ақпарат бермеді. Олар да Гуалтеридің контрактқа қол қойғанын күтіп отқан болар. Жалпы бұл салмақтағы бүгінгі күндегі қозғалыс күннен күнге жаңалықтарымен барлық жанкүйерлерді таңғалдыруда. Жәнібек пен Гуалтери арасындағы жекпе-жек болмаған жағдайда Мейірім тіпті бірден әлем чемпион атағына таласуға мүмкіндік алады деген сөз. Мінекей достар, жеңісті күндеріміз көп болсын. Әрқашан осындай жақсы жаңалықтар болсын. Қазақ бокс жасасын. Ертеңгі күндеріңізге сәттілік.